Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дінімізде жақсылыққа жақсылықпен жауап беру жайында өте бір сондай бөлек тақырып қозғалған болатын. Осы орайда хадисте ардықты пайғамбарымыздың былай дегені бізге келтірінеді. Абу Дауд және Насаи риуаят еткен хадисте: "Ваман ата илейкум ма'руфан факафиуху, фа ин лам яджиду фад'у лаху. Хатта та'ламу анна қад кафатамуху." Құрметті бауырлар, бұл хадистің мағынасында былай денеді: егер сендерге қайсы бір адам жақсылық жасаған болса, онда ол кісіге тура солай бір жақсылықпен жауап беріңдер дейді. Ал егер сендер оған қандай да бір жақсылықпен жауап беруге бір жолды таба алмасаңдар, істей алмасаңдар, онда оның сол жақсылыққа қол жеткізгеніне көз жеткізгенге дейін дұға жасаңдар дейді оның сыртынан. Ол бауырың үшін, саған жақсылық жасаған бауырың үшін дұға жасау арқылы Алла тағаланың оған жақсылықпен қайтарғандығын көз жеткізгенге дейін дұға жасау керектігі жайында осы хадисте айтылған. Ал енді келесі бір хадисте, құрметті жамағат, ол жерде былай дейді: "Инна ашкаран наси лиллахи табарака ва та'ала ашкарухум линнаси." Яғни адамдардың Алла тағалаға ең сондай бір шүкір білдірушілері дегеніміз ол ашкарухум линнаси, адамдардың адамдарға шүкіршілік білдіруі. Яғни қайсы бір момын мұсылман басқа бір мұсылман бауырына шүкір ететін болса, яғни одан көрген жақсылығы үшін оған да сол жақсылықпен жауап берген болса, онда ол Алла тағаланың құзырында да сондай бір шүкір білдіруші пенделердің, құлдардың қатарынан екендігі жайында осы хадисте ескеріліп айтылынады. Және құрметті жамағат, имам Ахмад және имам Табарани риуаят еткен мына бір хадисте осы сөздерді қуаттай түсетін мына бір ардықты пайғамбарымыздың сөзін еске алып өтейік: "Ла яшкуруллаха ман ла яшкурун наса." Яғни адамдарға шүкірлік етпеген, адамдарға шүкірлік білдірмеген адам, ол Аллаға да шүкір ете алмайды деп айтқан екен. Яғни осы сөздерді түсінетін болсақ, осы сөздерді ескеретін болсақ, момын мұсылман Аллаға шүкір еткісі келетін болса, онда ол адамдарға да шүкірлік білдіре алу керектігін біз ұғынамыз. Құрметті жамағат, келесі хадисте мынадай бір сөз келтіріледі: "Анин Нуъман ибн Башир радиаллаху анхума." Нуъман ибн Башир, Алла ол екеуінен разы болсын, ардықты пайғамбарымыздың, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтқандығын келтіреді: "Ман лам яшкурил қалила, лам яшкурил кафира." Кімде-кім бір аз нәрсеге шүкір ете алмаса, ол онда көп нәрсеге де шүкірлік ете алмайды. "Ва ман лам яшкурин наса, лам яшкуриллаха." Ал кім адамдарға шүкірлік етпесе, ол Аллаға да шүкірлік етпейді. "Ваттахаддусу би ниъматиллахи шукрун ва таркуха куфрун" дейді. Алла тағаланың берген нығметтері жайында сөйлеу, сол туралы айту, ол шүкіршілік. Ал енді оны тәрк ету, Алла тағала берген нығметтерін ұмыту, ол туралы айтпау, ол туралы сөйлемеу, ол дегеніміз күпірлікке тең дейді. "Уәл жамаату рахматун." Көпшілік болып, бірге болып, жамағат болу, ол Алланың рахымы, Алланың мейірімі. "Уәл фурқату азабун." Ал енді араздасып бөліну, жеке-жеке дара болу, ол дегеніміз былайша айтқанда азап дейді, азапқа апаратын іс. Міне, қадірлі жамағат, біз әрине бізге жақсылық жасаған адамға жақсылықпен қайтаруға тырысатынымыз сөзсіз. Бірақ кейде егер біз қолымыздан келмей жатса, егер біз жақсылық жасай алмайтын болса, ең жақсы нәрсе жаңа айтқандай дұға жасау сыртынан. Соның ішінде хадисте айтылғандай: "Иза қала ражулу жазакаллаху хайран фақат аблага фиссанай." Яғни егер қандай да бір кісі бауырына Алла тағала сені бар жақсылықты саған нәсіп етсін саған деп дұға ететін болса, ол сондай ең жақсы шүкіршіліктің түрі деп келтіріледі. Ал енді біздің күнделікті өмір тіршілігімізде кейбір бауырларымыз былайша айтқанда
алла жазакаллаху хайран деген сөзді айту арқылы, яғни алла саған бар жақсылықты берсін деген сөзді бір үйреншікті, қарапайым, бір күнделікті бір сөз ретінде қолданып, яғни оны шынайы ниетпен, шынайы ықыласпен, дұға ретінде жүрекпен сол бауырына тілеп жатқандығын байқалынбайды. Яғни бұл дегеніміз, біреу жақсылық жасайды, сіз оған о жазакаллаху хайран бауырым дейсіз де бұрылып кетесіз. Бірақ ол жазакаллаху хайран деген ол сөзі жақсы, бірақ оның адам айтып жатқан ниеті, ол сөзге салып жатқан бар ықыласы қаншалықты орынды екендігін біз оны көп жағдайда мән бере бермейміз. Сондықтан бауырымыз үшін, жақсылық жасаған досымыз үшін, туысымыз үшін, танысымыз үшін әрдайым жақсы дұғада, жақсы тілектес, жақсы ниетте болуымызға тырысайық, бір-бірімізге дұға етейік, бір-бірімізге жақсылық жасай жүрейік. Алла тағала ниетімізді қабыл етсін.